Саламатсыздар ма? Бүгін презентация көмегімен спиннер жасайтын боламыз. Ол үшін мінекей презентациямызды ашамыз. Вставка бөліміне кіріп, диаграмманы басамыз, яғни шеңберімізді диаграмма көмегімен орнататын боламыз. Мінекей круговая деген таңдаймыз. Мінекей бірінші тұрған шеңберді қостым. Окей деп басамыз. Мінекей бізде мынандай Excel файлы ашылды. Және бізде сыныпта 12 оқушы болса, Excel файлда мына жақта сол жақ бөлікте номерліктер тұр. Бірінші номерлікті продажа деп атау жазылып тұр. Сондықтан екінші номерліктен бастап 13-ке дейін барамыз. Яғни сонда 2-ден 13-ке дейін аралығындағы бөліктерге 2 бөліктен бөліп шығамыз. Яғни бір шеңберде 360 градус бар. Соны 2 бөліктен әрбір оқушыға 2 бөліктен бөліп 13-ке дейін жазамыз. Яғни бізде біріншісінде тау тұрғандықтан 13-ші бізде ол 12-ші оқушы болып тіркеледі. Мінекей қосылды. Енді шығып, оң жақта плюс батырмасын басу арқылы наименование диаграммы және легенда деген батырманы басу арқылы оның жазуларын алып тастаймыз. Мінекей біздің шеңбер дайын болды. 13 бөлікке бөлінді. Осы жолмен басқа әртүрлі бөліктерге бөле беруімізге болады. Мінекей енді анимация батырмасын басамыз, вращениені басамыз. Мінекей шеңберіміз айналды. Осы вращение көмегімен қазір шеңберімізді батырма басқан кезде айналатындай қылып жасайтын боламыз. Енді бізге шеңберімізге оқушы атауларын енгізуіміз қажетпіз. Ол үшін надпись батырмасын басу арқылы оң жақ бөлікке оқушылардың аттарын жеке-жеке енгізіп шығамыз. Содан кейін барып шеңберге қоямыз. Мысалы, оқушы деп жаза қояйық. Мынаны оңға қарай созамыз. Оқушы осы бірінші бөлікті шеңбердің бір бөлігіне қоямыз. Тағы келесі оқушы деп қалған оқушы атауларын осылай қойып шығамыз. Мінекей айналдырамыз. Осылай жеке-жеке әр оқушының атауын жазып, шеңбердің бетіне орнатып шығамыз. Мінекей екінші оқушы. Үшінші оқушы. Мінекей осы тәсілмен қалған оқушылардың барлығын енгізіп шығамыз. Енді батырманы орнатайық. Вставканың ішіне фигураға кіріп, өзімізге қажетті батырмамызды таңдаймыз. Мінекей солға қарап тұрған батырманы таңдайық. Яғни осы батырмаға келіп тоқталған оқушы сабақ айтады дегендей. Енді біз вращениені қосатын болсақ, оқушы тізімдері айналмай қалады. Бұлар айналу үшін Ctrl деген батырманы басып тұрамыз. Міне Ctrl-ды басып тұрмыз. Әрбір оқушылар жеке-жеке басып шығамыз. Және шеңберді басып, мышканы оң жақ батырмасын басып, группировать деген батырманы басамыз. Яғни барлығын қимылдаған кезде барлығы бірге қимылдайтындай қылып бір группаға қосамыз. Мінекей қосылды. Енді жоғары бөліктегі анимацияға кіреміз. Вращениені таңдаймыз. Мінекей барлығы бірге айналып тұр. Мінекей осы вращение область анимация батырмасы арқылы мінекей стрелканы төменге басқан стрелканы басу арқылы секундын, яғни ұзақтығын өзгертеміз. Және астында повторение до нажатия далее деген кнопканы басамыз. Мінекей енді келесі анимацияны қосу үшін добавить анимацию батырмасын басу арқылы возникновение деген анимацияны қосамыз. Мінекей екеуі қосылды. Енді область анимация бөлігіндегі екі анимацияны выделять ету керек. Сол үшін бірді басып тұрамыз да, shift'ті басып астыға түсіреміз. Сонда екі анимацияда выделяция етіледі. Енді екеуін выделять етіп, время таңдаймыз. Және астындағы переключатель таңдап, мінекей при щелчке стрелка влево деген батырманы басамыз. Окей басамыз. Яғни біз влево қарап тұрған стрелканы басқан кезде біздің шеңберіміз айналады. Қайтадан сол стрелканы басқан кезде тоқтайтын болады. Батырманы басу арқылы. Мінекей показ слайдан басып тексеріп көрсек, барлығы жұмыс жасап тұр. Енді екі спиннер қойып, екі спиннермен жұмыс жасайтын болсақ, главный батырмасына кіреміз, создать слайд батырмасын басамыз, артық элементтерді өшіп тастаймыз. Мінекей енді спиннерімізді басып, копировать етіп аламыз. Екінші презентациямызды слайдымызды ашып, спиннерді екеуін қоямыз. Яғни
бір спиннерге тапсырма, бір спиннерге оқшаулар тұрады. Ортасына өзімізге қажетті фигурамызды қоямыз. Бірінші спиннерді басып вращение батырмасы анимациясын таңдаймыз. Екінші спиннерді басып оғанда вращение анимациясын таңдаймыз. Мінекей екеуіне де вращение қойылды. Екеуіне де возникновение деген анимацияны қойып шығамыз. Мінекей қойылды. Енді оң жақ бөліктегі область анимация батырмасын басу арқылы время кіріп, екеуіне де екі түрлі уақыт қоямыз. Біреуіне мысалы 0,5 секунд қоямыз. Повторение да нажатие кнопки далее деген қойып, окейді басамыз. Енді екінші шеңбердің анимациясына кірейік, время кіреміз. Бұның уақытын 2 секунд емес, одан басқаша қылып өзгертеміз. Мінекей 1 секунд қылайық. Окей батырмасын басамыз. Мінекей енді барлығын shift батырмасын басу арқылы астыға түсіп выделять етеміз. Время кіріп, мінекей по щелчке вправо-влево деген фигураны басамыз. Мінекей слайдты басып тексеріп көрейік. Мінекей бастық жұмыс жасады, бастық тоқтады. Осылайша бізді екі спиннерді жұмысқа келтірдік. Назарларыңызға рахмет.